Ми құдіретін қалай арттыруға болады? Адамның миы электр батарейкалары іспеттес. Бір батарейкаға қарағанда топтасқан электр батарейкаларының көп қуат беретіндігі құпия емес. Ал сол жалғыз батарейканың берер қуатының өзі де ондағы элементтердің саны мен сапасына байланысты. Ми да дәл солай қызмет етеді. Яғни кейбір адамның миы басқаларға қарағанда сәл артық жұмыс істейді. Олай болса, осы топтасқан батарейкалар сияқты бір ғана мимен салыстырғанда ортақ мақсатқа жұмылдырылған бірнеше ми әлдеқайда тиімді жұмыс істейді деген қорытынды жасауға әбден болады. Жоғарыдағы салыстыруға сүйене отырып, ұжымдық сана қағидасына топтасқан адамдардың табыс құдіретінің құпиясы бар екенін байқауға болады. Келесі сөйлем ұжымдық сана қағидасының психикалық қырын анық түсіндіріп бере алады. Бірнеше бас бірлесіп үйлесімділікпен жұмыс атқарған кезде олардың бірлесе отырып қол жеткізген қуаты барлығына ортақ болмақ. Генри Фордтың өз ісін кедей сауатсыз және албырт жас шағында бастағаны барлығымызға мәлім. Форд мырза осы үш кемшілікті 10 жыл ішінде ғана жойып, 20 жылда Американың теңдесі жоқ бай адамдарының біріне айналды. Форд мырзаның қол жеткізген жетістіктері Томас Эдисонмен дос болған соң тіптен арта түскені қызықты. Осы мысалдан ұжымдық сананың оң әсеріне көзіңіз жеткен болар. Бұған иланбасаңыз, Форд мырзаның байлығы Харви, Джон, Лютер, олардың әрқайсысы ерекше ақылмен көзге түскен. Достасқан кезінен бастап тіптен арта түскенін ескеріңіз. Енді ақылға ақыл қосудың қаншалық құдіретті күшке айналатындығы түсінікті болған болар. Адам табиғатына сай өзінің жанына жақын адамдардың дағдысын, ойлау жолын үйренгісі келеді. Эдисон, Бербанк, Барроу және Фирстоунмен бірлесе отырып, Форд мырза аты аталған адамдардан алған және үйренген ақылды тәжірибені білімді және рухани қуатты өз ақылымен ұштастыра білді. Тіпті осы кітапта көрсетілген әдістер арқылы ұжымдық сана қағидаларын ретке келтіріп, оны іске асыра білді. Бұл қағиданы сіз де қолдана аласыз. Махатма Ганди туралы айтқандарымыз есіңізден шыға қоймаған болар. Олай болса, оны құдіретті еткен тәсілдерін талдап көрелік. Оны бір сөйлеммен ғана түйіндеуге де болады. Ол артық мақсатқа жету үшін жандары мен тәндерін біріктіру керек деп 2 миллиондай адамды үгіттеу арқылы билікке қол жеткізді. Жалпақ тілмен айтар болсақ, ол ғажайыпқа қол жеткізді. Себебі 2 миллион халықты қорқытып, үркітпей-ақ бір тудың астына біріктіре алды. Егер сіз бұның ғажайып екеніне күмән келтірсеңіз, 2 адамды біраз уақыт бойы бірлесе жұмыс істе деп үгіттеп көріңізші. Қандай да бір іспен айналысатын кез келген адам қол астындағыларды ортақ рухта бірлесе жұмыс істеуге көндірудің қаншалық қиын екенін біледі. Құдіретке қол жеткізуге көмектесетін негізгі бастау көзін өзіңіз көріп отырғандай шексіз ақыл басқарады. 2 немесе одан да көп адам бірлесіп, бір мақсатқа жету үшін бас қосып жұмыс істесе, олар осы одақ арқылы шексіз ақылдың әмбебап қазынасынан сусындайтын жағдайға жетпек. Бұл барлық данышпандар мен кемеңгер басшылардың сусындаған бастауы. Олардың бұл жағдайды білуі немесе білмеуі әбден мүмкін. Құдіретке қол жеткізуде көмек болатын білімнің басқа 2 бастауы адамның 5 түйсігімен салыстырғанда әлдеқайда сенімді. Адам түйсігіне үнемі арқа сүйей беруге болмайды. Келесі тарауларда шексіз ақылға қол жеткізуге болатын негізгі тәсілдер туралы тәптіштеп айтатын боламыз. Бұл кітап дін туралы ілім емес. Бұл кітапта көрсетілген қағидаларды адамның діни көзқарасына тура немесе жанама түрде әсер ету мақсатымен жазылған деп қабылдауға болмайды. Ол ақшаға деген нақты мақсатты шындыққа қалай айналдыруға болады деген тақырып төңірегінде оқырмандарға кеңес беру мақсатында жазылған. Оқи отырып оқыңыз, ойыңызға тоқыңыз және оқығаныңызды санаңызға сіңіріңіз. Кейін бұл кітап өзінің бір құпиясын алдыңызға жайып салып, сізге жаңа да жарқын жолдарды көрсетеді. Қазір сіздің жеке бөлімдермен егжей-тегжейлі танысу мүмкіндігіңіз бар.